Сәлем құрметті көрермен. Бүгін мен сіздерге 2019 жылғы Гори ясыны атты фантастикалық қорқынышты фильмге шолу жасайтын боламын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Жақсы қаралым тілеймін. Тори мен Кайл атты ерлі-зайыптылар ұзақ уақыт бойы бала көтеруге тырысады. Тағы бір әрекеттің ортасында Тори ерекше дірілдерді сезінеді. Содан кейін қатты шу шығып, жарық сөнеді. Олар терезеге қарап, сыртта бірдеңе сынғанын көреді. Ерлі-зайыптылар оқиға орнына жақындағанда ғарыш кемесі құлап, ішінде баласы бар екенін түсінеді. Сөйтіп олар баланы асырап алып, оған Брэндон есімін береді. Ал одан шындықты жасыру үшін ғарыш кемесін сарайда жасырады. Арада 12 жыл өтеді. Жыныстық жетілуге жақындаған Брэнд Тори мен Кайлдың қалағанының бәрін орындайтын керемет бала сияқты еді. Ол керемет ақылды болып, оларға үй шаруашылығында көмектесетін. Брэндон өзінің керемет ақыл ойы үшін құрдастарының мазағын жиі еститін. Ол өзінің білімі арқылы Кейтлин есімді сыныптасының назарын аударады. Бір түні инопланетандық кеме Брэндонды төсектен тұрып, терезеден секіруге мәжбүр ететін хабарлама жібере бастайды. Содан кейін ол сарайға барады. Оның ізінен түскен Тори оны тауып алады. Бала оған бұл жерге қалай келгенін есіне түсіре алмайтынын айтқан кезде әйел қатты таң қалады. Ол онымен бірге жерге түскен аппараттың бар екенін әлі білмейді. Келесі күні таңертең Брэндон шөп шабуға барады. Алдымен шөп шабатын машинаны іске қоса алмайды. Бұл оны ашуландырады және оны кездейсоқ бірнеше жүз метрге лақтырып жібереді. Өзінің қабілеттеріне таңданып, ол қолын айналып тұрған пышақтарға жабыстырады, бірақ бірде-бір сызат алмайды. Сөйтіп кешке ол кафеге барады. Ол өзінің туған күнін отбасымен бірге тойлайды. Оның ағасы Ноа мен Мэри апай оған аңшылық мылтықтарын береді, бірақ Кайл оны Брэндонға беруге бас тартады. Алайда Брэндон оған қаруын талап етеді және бұйырып сөйлей бастайды. Бұл Кайлға ұнамайды. Сөйтіп мерекенің қызып жатқан ортасында отбасы кетіп қалады. Келесі күні отбасы аң аулауға шығады. Кетер алдында Кайл Брэндонның шанышқыны тістеріне зиян келтірмей шайнап жатқанын байқайды. Ал Тори болса баланың бөлмесінен жалаңаш модельдері бар журналдарды табады. Олардың таң қаларлығы эротикалық суреттерден басқа, олар хирургиялық схемалар мен адам ағзаларының фотосуреттерін табады. Аң аулау кезінде Кайл мен Брэндонның арасында жыныстық қатынас пен мастурбация туралы ыңғайсыз әңгіме болып жатады. Әкесі оған кейде оның жыныстық талпыныстарына сәйкес әрекет етуге болатынын айтады. Ол оның сөздерін тыңдап, сондықтан сол түні сыныптасы Кейтлиннің үйіне барып, бөлмесінде жасырынады. Қыз бір секундқа Брэндонның сұлбасын көре алады, ол туралы анасына хабарлайды. Келесі күні мектепте Тори Брэндонға қатысты алаңдаушылықтарын айтады. Ол бізге мойынсұнбай және агрессивті болып бастағанын айтады. Ал ол ұлына жақындағанда өзінің дәптерінде әдеттегідей суреттерді салмай, таңбаларды салып отырғанын байқайды. Кешке Кайл олардың тауықтары Брэндоннан қорқып үрейлене бастағанын анықтайды. Әкесі одан бәрі жақсы ма деп сұрағанда, ол иә деп жауап береді. Ал бірнеше сағаттан кейін Кайл көшеден бір түрлі шу шыққанын естиді. Ал далаға шығып қараған кезде барлық құстардың өлтірілгенін анықтайды. Ал тауық қорасының есігіндегі құлпын жұлып алған екен. Тори бұл қасқырдың шабуылы деп санайды. Ал Кайл бұны Брэндон жасады деп сендіруге тырысады. Дене шынықтыру сабағы кезінде Кейтлин бүкіл сынып алдында Брэндонды жауыз деп атайды. Брэндон қыздың қолынан ұстап сүйектерін сындырып жібереді. Тори қыздың анасына болған жағдайға өкінетінін айтып түсіндіруге тырысады. Бұл оқиғаны аяқ астынан болды деп сендіруге тырысқанымен Эрика әдейілеп жасағанына сенімді. Ол шерифтен оны тұтқындауды талап етеді, содан кейін баланы психопат туған деп айқайлай бастайды. Үйде Тори Кайлға ұлын сарайда көргенін және оның әуе кемесіне жетуге тырысқанын мойындайды. Содан кейін ер адам Брэндонның қауіп төндіре бастағанын түсінеді. Бұл кезде жігіт ғарыш кемесінен сигналды қайтадан естиді. Ол сарайға барып, онда бұл жолы шынжырды еш қиындықсыз бұзады. Осы кезде Тори кіріп қалып, Брэндонның жертөленің үстінде қалықтап тұрғанын көреді. Кеменің әлемді жаулап алу туралы хабарын қайталап тұрады. Ақыры бала құлайды, ғарыш кемесіне соғылып, өмірінде бірінші рет жарақат алады. Содан кейін Тори төмен түсіп, ұлына жерге қалай келгені туралы шындықты айтады. Ол оның бәріне түсінетініне сенеді, бірақ олардың өтірігі Брэндонны одан сайын ашуландырады. Сөйтіп жігіт алдымен отбасылық суреттердің бәрін қиратады, содан кейін үйден қашып кетеді. Кейінірек ол Кейтлинге оның жатын бөлмесіне барып, ол қыздан одан қорықпауын сұрайды. Ол бүгін басқалар сияқты емес екенін байқағанын айтады, бірақ қыз бұны бұрын байқаған еді. Бірақ көп ұзамай бұл туралы бүкіл әлем біледі. Қыз оған анасы онымен сөйлесуге тыйым салғанын айтады. Содан кейін ол мен барлығын шешемін деп жауап береді. Содан кейін Кейтлинге гүлдерді сыйлап жоғалып кетеді. Осы кезде Эрика асхананы жауып үйге қайтпақшы болған. Кенеттен ол терезелердегі оғаш белгілерді байқайды. Содан кейін жарық жыпылықтай бастайды және плафон жарылып, Эрика жарақат алады.
Ол мұнда біреу бар екенін түсінеді, бірақ ол ешкімді көре алмайды. Сондықтан ол тоңазытқышқа қарай шегініп, өз өмірін сақтап қалу үмітімен есікті бекітіп алады. Бірақ кенеттен болат есік ұшып кетеді, ал әйел қайтыс болар алдында маска киген баланы көре алады. Келесі күні таңертең Брэндон ата-анасымен кездесіп, оларға бәрі жақсы екенін айтады. Ол бәрін ойластырып тынышталған еді. Бұл кезде шерифтің орынбасары бастаған полициялар Эриканың асханада жоғалып кетуін тексеріп жатыр. Оқиға орнында олар терезелерден біртүрлі символ табады. Сонымен қатар мектеп психологы Мерили Брэндонмен сөйлесуге тырысады, бірақ оның өте оғаш әрекет ететінін байқайды. Және ол сыныптасына жасаған ісіне мүлдем өкінбейді. Психолог оған полицияға оның оғаш мінез-құлқында хабарлауға міндетті екенін айтады. Содан кейін кешке Брэндон Мерилиге келіп, полицияға ештеңе айтпайсың деп айтады. Әйтпесе бұл жаман нәрсемен аяқталады деп ескертеді. Қыз қоқан-лоққыларды тыңдаудан бас тартып, оны үйіне жібереді. Бірақ бала оның үйіне жасырынып кіріп, оны бақылай бастайды. Мерили соңында төсекке жатады және осы уақытта Ноа қайтып келіп, шкафтан жиендерін табады. Ол Брентті жүк көлігіне қарай әкеліп кіруге мәжбүрлегенде, оны гараж есігіне қарай лақтырып жібереді, ал өзі болса жоғалып кетеді. Ал Ноа болса үрейленіп, көлікте жасырынуға тырысады. Бірақ кенеттен көлігі тоқтап қалады. Содан кейін Брэндон пайда болып, оның машинасын ауаға көтереді. Содан кейін төмен лақтырып қалады. Ноаның иегін сындырады. Жігіт көлікке келіп, өліп жатқан адамның қанымен тағы бір символ салады. Содан кейін Брэндон үйге оралып, ата-анасына осы уақыт бойы футбол ойнағанын айтады. Ал майкасын жыртып алғанын айтады. Олар оны алдап жатқанын, бірақ бұған ештеңе істей алмайтынын түсінеді. Сол түні Тори мен Кайл не болғанын біледі. Мерили оларға жұбайының апатқа ұшырағанын айтады. Сонымен қатар әңгімеде Брэндон келіп қонаққа келгенін айтады. Таңертең олар ұлына Ноаның өлімі туралы хабарлаған кезде, одан «Сендер менің жылағандарымды күтіп тұрсыңдар ма?» деген жауапты естиді. Кайл Брэндонды ұстап алып, Ноаны сен өлтірдің деп айыптайды. Бірақ бала оны ойыншық лақтырғандай қатты итеріп жібереді. Кейінірек Кайл Брэндонның киімін тауып алып, одан қандақтарын байқайды. Ер адам Ториге бұл қан Ноаның қандары екеніне сендіруге тырысады. Бірақ әйел бұған сенуден бас тартады, сөйтіп олар ұрсып қалады. Осы уақытта шериф апат ісін мұқият зерттеп, асханадағы іске ұқсастығын байқайды. Содан кейін Кайл Брэндонның ескі открыткаларын қарап, ұлын аң аулауға және онымен сөйлесуге уәде беріп, Ториді жұбатуға тырысады. Олар кеткеннен кейін әйелге шериф келіп, символ туралы сұрайды, яғни бұл 2 әрпі Брэндон Брайер атын еске түсіретінін айтады. Тори оны ешқашан көрмегенін айтады. Содан кейін ол офицерді қуып жібереді. Ал өзі ұлының бөлмесіне барады. Онда ол оның дәптерін тауып алады. Содан кейін Брэндонның Ноаны өлтіруге қатысы бар екенін түсінеді. Осы кезде орманда Кайл ұлының басынан мылтықпен әдейі атып тастайды, бірақ оқ оның басынан ұшып кетеді. Содан кейін бала жоғалып кетіп, маскада пайда болады. Содан кейін Кайлға шабуыл жасайды. Әкесі одан кешірім сұрауға тырысады. Бірақ Брэндон оны еш өкінбестен өлтіреді. Содан кейін Тори Кайлға қайта-қайта қоңырау шалуға тырысады, бірақ Брэндон телефонды алып, әкесі енді жоқ екенін айтады. Ал Кайл звондап құтқару қызметін шақырып, ол келем дегенше Брэндон үйді қирата бастайды. Бұл жерге шериф пен оның көмекшісі келеді, бірақ бала қоңырау офицерлерін еш қиындықсыз бөлшектеп тастайды. Содан кейін Кайл керуеттің астына тығылады. Терезеден секірген әйел ғарыш кемесінің Брэндонды жарақаттап тастағанын есіне алады. Содан кейін ол сарайға барады. Онда ол Эриканың бөлшектелген денесін табады. Содан кейін ол ғарыш кемесінің бір бөлшегін жұлып алады. Сөйтіп ол Брэндонды тапқан кезде ол оған оның іс-әрекеттеріне қарамастан оның бойында жақсы нәрсе бар екенін білетінін айтады. Алайда көз жасымен бірге ол оны өлтіруге тырысады, бірақ Брэндон оның қолынан ұстап алады. Ашуланған Брэндон Ториді ұстап алып, сарайдың төбесін сындырып, аспанға қарай көтеріледі. Содан кейін оны өлтіру үшін төменге қарай лақтырып жібереді. Қылмысының іздерін жабу үшін Брэндон жолаушылар ұшағын ферманың үстіне қарай лақтырып жібереді. Жаңалықтарда бұл қорқынышты апаттан Брайер отбасының баласы ғана аман қалды деп хабарлайды. Ал жігіт болса, өзін кінәсіз көрсетіп, печенье жеп отырады. Содан кейін бізге Брэндонның бүкіл ғимараттарды қиратып, жүздеген адамдарды өлтіріп, бүкіл әлем бойынша шабуылдарын қалай бастайтынын көрсетеді. Фильм осылай аяқталады. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.